Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге Kaspi Pay приложениясы арқылы қалай Kaspi магазин ашу керектігі жайлы айтатын боламын. Ең алдымен Kaspi Pay приложениясына кіреміз. Мұнда подключиться или войти деп тұр. Бірақ ең алдымен тарифы и условия работы с Kaspi Pay дегенді оқып аламыз. Шарттарымен танысып болғаннан кейін подключиться или войти деген кнопканы басамыз. Біз өзіміздің номерімізді жазып, продолжить батырмасын басқаннан кейін номерімізге код келеді. Мұнда өзіміздің ипіміздің данныйларын тіркейміз. Мына жерге өзіміздің иінді немесе ипіміздің бейнін толтырамыз. Астында категория, яғни Kaspi магазинде қандай товар сатасыз, сол бойынша категория таңдайсыз. Барлығын қарап шығамыз, мысалы косметика и парфюмерия дегенді таңдайық. Астына сіздің магазиніңіздің атын жазып, продолжить батырмасын басамыз. Фотоверификация өткеннен кейін бізде онлайн қол қоюға мынадай документтер шығады, яғни заявление на открытие счета, анкета, договор с ТО Kaspi Pay, договор с ТО Kaspi магазин. Подписать документы дегенді басамыз. Мына жерде өзіңізге ыңғайлы парольді ойлап табасыз. Продолжить батырмасын басасыз. Міне біз Kaspi Payға тіркелдік. Енді Kaspi магазин ашамыз. Мына жердегі начать продавать в магазине деген батырманы басамыз. Мына жерде бізге Kaspi магазинде жұмыс жасаудың преимуществолар, условиялар және доставкалар туралы жазылған, барлығын міндетті түрде мұқият оқып шығамыз. Мына жерде как доставлять заказы клиентам деп тұр. Бұл жерде Kaspi доставканың тарифтерімен танысып шығамыз. Ары қарай начать продавать в магазине дегенді басамыз. Міне, ваша заявка находится в обработке деп тұр. Бұндай жағдайда біз күтеміз. Кейде Kaspi магазинге бірден тіркелінеді, кейде біраз уақыт күтуге тура келеді. Қазір Kaspi магазинді толық түсіндіретін боламын. Кіреміз. Бұл жерде ең алдымен біз Kaspi магазиндегі доставкаға настройки жасау керекпіз. Жалпы Kaspi доставканың екі түрі бар. Біріншісі, егер заказ сіздің қалаңыздан түскен болса, өзіңіз апарып бересіз. Ал екіншісі, Kaspi доставка арқылы, яғни складқа товар жеткізіп бересіз. Одан кейін затыңыз Kaspi доставка арқылы басқа қалаға баратын болады. Бірінші, подключить свою доставку деп тұр. Міне күнделікті понедельник, воскресенье күндерінің арасы белгіленген. Бұл жерде сіз воскресенье күні демалысқа бассаңыз да болады. Негізінде мен сіздерге беретін кеңесім қосып қойғандарыңыз дұрыс. Сохранить. Енді мына жерде смогу доставлять день получения заказа при получении заказа до 11:00 деп тұр. Яғни, егер заказ сізге бүгін сағат 11:00-ге дейін түскен болса, бүгін доставка жасап бересіз. Ал егер 11:00-ден кейін түскен болса, ертең доставка жасап бересіз. Kaspi магазиндегі доставка сегодня, завтра деген соны білдіреді. Бәрін белгілегеннен кейін продолжить батырмасын басамыз. Мінекей, доставка Kaspi KZ. Как это работает? Бірінші, вы получаете заказ в магазине на Kaspi KZ. Екінші, вы привозите товары в пункты приема Kaspi KZ, яғни товарды өзіңіздің қалаңыздағы складқа апарып бересіз. Үшінші, мы доставляем заказы клиентам по всему Казахстану. Я согласен продолжить. Мына жерде, у вас есть магазин, в котором клиенты смогут забирать свои заказы деп сізден сұрап тұр. Егер магазиніңіз болса, я деп белгілейсіз, болмаса жоқ деп белгілейсіз. Таңдағаннан кейін продолжить батырмасын басамыз. Міне бізде доставка қосылды, магазинге товарымызды сала берсек болады. Kaspi магазинге қалай товар салу керектігін, қалай баға қою керектігін келесі видеода бөлісетін боламын. Айтылған ақпараттар ұнаған болса, мен YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да осындай пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын.